Негізі бұл жерде білектілер мен жүректілер ғана жүретін жер. Бұрышқа шыққан кезде құлап кетем ба деген қорқыныштар болады, ода үйреніп кетеді. Основа из основ деп қойды орысша, осы кладкадан бастады. Құрылыс саласында қиындығы дегеніміз ол ең бірінші жаңағы ауа райының қолайсыздығы болып қалуы мүмкін. Тексеріс сол обязательно перегар болмау керек. Давлениясы несін бәрін көресің ғой. Тағыр солай болды, стройкаға келдік, стройкадамыз. Қазақстанның тұрғын үй құрылыс саласы соңғы жылдары үлкен қарқынмен дамып келеді. Қала құрылысы мен ауылдық жерлердегі тұрғын үйлердің санын арттыру мақсатында түрлі жобалар жүзеге асырылып жатыр. Сол ауқымды жұмыстың іске асуында көптеген мамандардың, соның ішінде құрылысшы, жұмысшылардың еңбегі аса маңызды. Солардың бірі кірпіш қалаушылар. Олар құрылыс алаңдарында тұрғын үйлердің қабырғаларын құрып, талай ғимараттың бой көтеруіне күш салып жатыр. Шамалы адамның белі шыдамас, бұл мамандық екінің бірінің қолынан келе бермейді. Негізі бұл жерде айттым ғой бағана, білектілер мен жүректілер ғана жүретін жер. Стройка деген. Үйде жатып алып, ақсаусақ телефон шығып жатқан жастар келе алмайды мұнда. Ақша алу үшін келетін шығар ма? Бұлай жұмыс істеген кезде қазіргі жастар шыдайды деп айта алмаймын көбісі. Жігіт адам болғаннан кейін күрек ұстап өмір сүру керек деп ойлаймын. Телефон ұстап дейді. Ананы мынаны қазір елдің бәрі бәле қор болып кетті, блогер бұл. Ондай болу жігіт адамға ерсі деп ойлаймын. Ол поколениядан поколениеге кету керек қой. Үйрену керек, білу керек. Қазіргі жастардың оқитыны сот, прокурор. Ол стройканы оқитын ешкім жоқ қазір. Стройкаға келеді, үйренеді. Оған шыдайтын жастар білмеймін. Шыдағаны шыдайды. Бәрі бес саусақ бірдей емес қой. Менің қызметіме осы кладка жасау, кірпіш қалау. Сол таңның атысы, күннің батысы жұмыс. Әркім өзінің жұмысын біледі бұл жерде. Біреуі угол қалайды, біреуісі пилон қалайды. Мына жігіттер жұмыс істеп жатыр. Бәрі өз орнын біледі. Таңертең келеді, ана хабар, мына хабар деген әңгіме жоқ. Бәрі өз орнын біледі, өз орнымен жұмыс, кешке шейін жұмыста. Азанда келеміз, раствор 4 мезгіл аламыз. Сағат 8-де, 11-де, 2-де, 4-де. Сол кешке қарай қайтамыз раствор біткеннен кейін. 2 адам бармыз ғой. Өйткені жалғыз адам үлгермейсің ғой. Мынау пилон, мынау не? Капиталка. Осын шығару керек. Бір күнде, әр қалай бір күнде бір этаждың несін қалап жіберуге болады, коробкасын. Ол растворға келген адамға байланысты. Бұл жерде ақша ғой главный. Ақшасын төлеп тұрса жұмыс тұра береміз. Бұрыштар ғой, бұрыштар главный. Осын кетір болмау керек бұл. Үй қисық болмау керек қой. Сетка салу керек, үйдің качествосына қарай салу керек та. Бәрін кран істейді ғой. Бәрін жақындатып беретінде кран, только кірпіш қалап кетеміз. Ол басқа ештеңе емес. Бұрышқа шыққан кезде құлап кетем ба деген қорқыныштар болады, ода үйреніп кетеді. Ақша үшін істейтін жұмыс емес қой, былай айтқанда стройка. Енді қиыны бар, оңайы бар. Стройканың бәрі оңай емес қой. Шамамен есептесек 1 миллионнан асады айына. Бізде қабатты бітірдің этажды. Этаж біттің расчет, этаж біттің расчет. Әр этаж біткен сайын расчет. Бізге этаж тезірек бітсе, біз соны қалаймыз. Жұмыстың болғанын қалаймыз. Этаж тезірек бітсе, тезірек ақшаламыз. Бәрі этаждың бәрі 5 күнде бітеді. 5 күнде бітеді. Наряд жабады, ақша сұрап. Соған тырысамыз жылдамырақ ақша алу үшін. Бұрын енді елдер ойлайтын, ой, строитель деген анандай істі. Қазір ең көп жақсы жұмыс, айлық табатын строительдер таза еңбек бұл. Бизнес деген не ол? Бизнес деген ол, например, елдің бәрі сондай ақшаға жүгіреді. Это приходящий, уходящий нәрсе ғой ол. Бірде бар, бірде жоқ деген нәрсе. Ол күніге бола бермейді бизнес.
көбісі сөйтіп сонда бизнес деп күйіп неғандар ол. Білмеймін, мен өзім осындай қара жұмыс. Негізі өзіңнің таза еңбегімен тапқан дұрыс та. Өздерінің білгені жақсы. Кейін, например, үй салса да, бір жерде ұялмайды да, ой, мен мынаны білмейтін едім, мен мынандай істемейтін едім деген ақ саусақ. Ер адам ақ саусақ болмау керек қой. Ер адамға ол тәнті емес, жараспайды. Любой нәрсені ер адам жұлып алу керек, мына жерің былай жұмлау керек, мынауың былай болу керек. Жоқ, сенікі дұрыс емес деп тұрған. Өзіне де жақсы, ер адам. Орысша айтқанда кругозорный болған жақсы. Енді жастардың көбісі қазір оқу дейді, анау дейді, мынау дейді. Енді тоже оқыған да білімді адам да керек қой. Көбінесе енді жастардың істегені жақсы ғой. Олар жылдам болады, тез қимылдайды, тез үйренеді. Оқыған жоқпын. Бұрын бір шал кісі алып келген. Осында бұрын монолитте істегенбіз. Бір шал кісі алып келген. Осы кладканы үйреніп ал деп. 10 жыл болды осыда жүргеніме, осы салада. Бастапқыда қиын болды, енді бәрінің размерін шығару оңай емес қой. Сол кірпіштің размерін білу керек, плитаның размерін білу керек. Ең бірінші үйдің разметкасын береді, одан кейін лентасын құяды, лентасынан кейін блогын қалайсың. Блогынан кейін основаниесін береді, сол бірінші этаждан бастап солай кетеді. Основа из основ деп қойды орысша, осы кладкадан басталады. Бұл кладка деген негізі үй жылы болады. Сосын бұл сейсмостойкий болады, монолитке қарағанда. Монолит ол қыстың күні құяды, оның выдержкасы болу керек, оны греть етеді. А бұл жерде кирпич, кладка кеттің, только по технология қаласаң болды. По технология. Ортада пустошок болмау керек. Кейін ана бір пустой жерлердің бәрі не қалса, ол жел болады, үй ысқырып тұрады. Сондай. Біз расторды аямаймыз. Өзінің нормасы болады. Любой нәрсенің өзінің нормативі бар, нормасы болады. Келеді бізде де тексеріп тұрады. Бір-екі күнде бір келеді, раствордың качествосын тексереді, кірпіштің качествосын тексереді. По этажына міне біз қазір, например, ана этажды бітті, өткізіп бердік, келіп қол қойып алады. А неправильно болса, уже переделка будет. Ол уже біздің счетымыздан минус кетеді. Сол үшін қарау керек оның бәрін. Осы кладкадан жасалған үйлер дұрыс қой. Кирпичтен жасалған. Кирпичтен, мына ржонный кирпич, бұлар өте мықты кирпич. Даже бүйтіп тастасаң да сынбайды. Өте мықты жасалған кирпичтер ғой. Міне менің құрал сайманым осы, менен нан тауып жүрген нан тауарым, мастерок деп қояды. Бұны специальный рессордан жасаймыз. А мынау уровень. Өйткені бұны стена тексересің міне. Мынаны. Міне. Өйткені стена құлап кетпеуі керек. Екіншіден вертикальный да, горизонтальный да, былай да міне стена құламау керек. А мынаған келер болсақ, бұл стена жарылмас үшін, прочный болу үшін каждый 4 қатардан осылай салынады. 4 қатар сайын салынып отырады. Сеткамен байланып отырады. Кірпіш қалаушылардың жұмысы қиын, әсіресе жаз айларында қара қарғаның ми қайнайтын ыстықта қара жұмыс істеу оңай емес. Сақылдаған сары аязда олардың жұмысы тоқтамайды. Сонымен қатар кірпішті әртүрлі тәсілдермен дұрыс орнату өте дәлдік пен тәжірибені қажет етеді. Кірпіш қалаушы жұмысының қиындығымен тек оның физикалық төзімділігі ғана емес, сонымен қатар шеберлігіне де байланысты. Әрбір кірпіштің дұрыс қалануы маңызды, себеп бір ғана қате ғимараттың сапасына, оның беріктігіне теріс әсер етуі мүмкін. Әдетте бір кірпіш қалаушы күніне 50 шаршы метрге дейін қабырға қалап шығуы мүмкін. Тәжірибелері одан да көп. Алғаш енді қорқыныш болды, енді биіктіктен, неден, бірақ елдің бәрі адам ғой, өмір сүру керек қой енді. Қорыққандан ештеңе керегі жоқ. Өмір сүру керек, жұмыс істеу керек. Өзіме ұнайды. Менің кәсібім осы. Каменщикпін, мақтанам өзімнің жұмысыма. Әркім өзінің бір сүйіп, жұмысты істегеннен кейін сүйіп жасау керек қой. Әркім өзінің саласын сүйіп жасау керек. Мен өзім саламды сүйіп жасаймын. Сашкабайт етіп, қашып кету, машып кету жоқ бізде. Негізі жаз айында қиындау болады. Өйткені келген сұйықтық растворымыз қатып қалады, отырып қалады күннің ыстығынан.
Самые прогрессивные идеи и инновации воплощаются в лучших автомобилях современности. Год за годом команда профессионалов «Аллюр» совершенствует производство, задает стандарты всей отрасли и осуществляет мечты тысяч казахстанских семей. Машиностроение – наш путь и призвание, выбор и судьба. Мы гордимся тем, что вместе творим историю и меняем мир к лучшему. Kia, Chevrolet, Jack – каждый бренд, созданный на нашем заводе, становится эталоном качества и созидания. К нам присоединились Jetour, Hongqi и Шкода. Наша уникальность в том, что мы ведем за собой команду и готовим кадры для всей отрасли. Расширяем сотрудничество. Разрабатываем и внедряем новые учебные программы и методики. Поддерживаем будущих специалистов. Обеспечиваем сотрудников достойными условиями труда и жизни. День за днем «Аллюр» задает новые высоты и еще раз доказывает, что все цели достижимы. Каждый из вас создает светлое будущее, а вместе мы невероятная сила. Бұл енді плита перекрытие, мынау плиталар. Әрбір плитаға біз мынандай анкерный темір тастаймыз. 6-8 проволокадан. Өйткені бұл кладка этажмен этаж көтерілгеннен кейін обвязка да бұл. Обвязка. Бұл сейсмический. Что плита кейін жылжыса да, асадық болса да жібермейді бұлар. Бұның үстінен еще кейін бұлар не құйылады ғой? Стяжка құйылады. Сонымен еш жаққа жылжымайды бұлар. Әрбір плита, мына круговой плита, осы круговой плитаның бәріне қойылады. Мына балконный бар, ана балконныйға да салып кетті, ана балдар қалап жатыр жаңағы жерде. Ана жерде де бәріне бір-бірден. Әрбір плитада бір-бірден болады. Несін ұстап қалады. Біз бұны темірдің өзін просто так қоймайды. Бұл темірді бұлай қайырлады. Мына плитада тұрады. Мына жау, мына уже кирпичке. Мына бүйтіп тұрады да, осылай. Кирпич осының үстінен кладка жасалады да, мынау ешқайда жібермейді сосын. Бұлардың бәрі специально сөйтіп істелінеді. Енді о жерде технология болғанда, біз технологиясына қарамаймыз, бізге чертеж беріледі. По чертежу біз істейміз. Чертеж береді бізге, сол чертежден оқимыз да, қай жерде есігі шығады, қай жерде комната бөлінеді. Соның бәрін шығарып, аккурат соны қарайтын содан. Бұл жерде оқытпайды, бұл жерде үйретеді. Басында жұмысқа келген кезінде үйретеді. Жаныма біреуді жауапты қойды, сөйтіп үйрендім. Кейіннен өзім мысалға мені пилон қалып, угол қалаймыз, пилон қалаймыз. Пилон деген мені балкон. Балконның бұрышы. Мынау енді наружный стена. Енді жауапты жұмыс қой бұл. Угол деген 12-ші этаждың бұрышын тіп-тік көтеру деген. Ол үшін басыңмен жауап бересің. Қабылдап алады ғой. Әр этажда технадзор болады. Әр этажды қарап келеді. Сеткасын мынандай сеткаларды дұрыс салу керек. Мына основаниясы плита жабылғаннан кейін растворды салады, кірпішті осылай қалайды, толтырады. Содан кейін мына пилонның басы басталады ана басынан. Міне жерден пилон бітеді. Мына уже этаждың несущий несі. Осылай міне бұрыш қаланады. 10-ға жуық бригада бар. 100-ден астам адам қазір қызметте жұмыс жасап жатыр құрылыс барысында. 10 бригадамыз деген жаңа кірпіш қалауда бар, фасад пен фиброцемент қалау жұмыстарында бар. Жаңа ішкі инженерлік сеттер жүргізіп жатыр, сварщиктері бар. Сондай сияқты қазіргі таңда 10-нан астам бригада құрылыс барысында жұмыс жасап жатыр. Құрылыс саласында қиындығы дегеніміз ол ең бірінші жаңағы ауа райының қолайсыздығы болып қалуы мүмкін. Жаңағы
15 метр 14 метр секундына жел болған кезде бізде кран тоқтайды. Кран тоқтағаннан кейін естественно үстіндегі қалған жұмыстар да тоқтайды. Себебі бізде башенный крандар кірпішті ең жоғарыға дейін жеткізетін, растворды жеткізетін сол крандар. Қиыншылығы жаңағы ауа райының қолайсыздығы. Өзіміз жағымыздан біз толықтай қауіпсіздікті қамтамасыз етеміз. Әрбір құрылысшыға 8-ші этаж болсын, 1-ші этаж қалап атқан болсын, толықтай қауіпсіздік өзімізден қамтамасыз етеміз. Өздеріңіз келіп тұрғандай, көріп тұрғандай, міне растворды алып келіп қойды. Сол растворды біз уже мына столға жақындап қалып. Уже біз бұлай еңкейіп қалай алмаймыз. Сол үшін кірпішімізді жанымызға қойып қоямыз. Содан кейін растворымызды бұлай салып аламыз. Өзімізге керекті қылып. Рәсуа болмас үшін. Иә, рәсуа болмас үшін. Содан кейін растворды бұлай жаямыз. Қатып қалады ғой раствор. Сол үшін тез-тез қалау керек. Жылдам, качество и скорость болу керек. Кірпіштері бірдей ғой размері. Ұзындығы 25, ені 12. Полуторный деп қояды 9 сантиметр. Көз мөлшерімен ғой бәрі. Біз күнделікті заявка беріп отырамыз. Күнделікті. Өйткені ол блокты заказ берсең, ол кейін келмей қалуы мүмкін. Кейбір заказчиктер болады, енді өзгеріс жасайды. Сол үшін күніге заявка, күніге кешінде заявка береміз, ертең уже келіп тұрады. Негізгі қажетті материалымыз біздікі раствор, кірпіш, сосын бір жұмада бір рет жаңағы плиталары бар. Уголок дегендер болады, лифтовойдың уголоктар болады, связкалар болады. Сосын әрбір 3-4 қатар сайын өзінің проекті бойынша, этаж бойынша сетка салынады бізде. Обвязочный сетка деп қояды. Соларды саламыз. Этаж жоғарылаған сайын сәл азаяттар сетканың размерлері. Қазақта мақал бар ғой, еңбек етсең емерсің деген. Өмір осы еңбекпен келе жатыр қой. Әкем де, шешем де. Олардың өсиеті өтірік айтпа, біреудің еңбегін жеме, және еңбекқор бол деп айтады. Тағдыр солай болды, стройкаға келдік, стройкадамыз. Өткенде маған баламның класс жетекшісі звондады. Балаңыз сабаққа дұрыс қатыспайды, дұрыс көңіл бөлмейді деп. Содан мен балам айттым. Балам, мал бағасың ба дедім. Жоқ деді. Ендеше сабағыңды оқы дедім. Болды деді. Енді қазір жақсы оқып жүр, 7-ші класс оқиды. Бірінші енді разнорабочийден бастадық біз. Бір жыл мен разнорабочий болдым. Кейін кірпіштің жаңа қалай қаланады, қалай қойылады, соның бәрін үйреніп барып, ақырынан бірінші кладка жасадық черновой, сосын облицовочныйға түстік. Сөйтіп ақырын міне қазір жөндеп қойдық. Енді ұнайды ғой, ұнағаннан кейін істейсің ғой. Ұнамайтын болса, адам баласы өзінің құқығы, қандай жұмыс, қандай сала не қылса да. Сол ұнап неғаннан кейін енді ақшасы да молырақ қой. Істеген еңбегің таза еңбекте бұл жерде. Қысы жазына қарамайсың. Барлығы бірде кірпіш қалайды. Бізде разнорабочийде бөлу ондай жоқ. Бәрі бұрыннан келатқан балдар, енді көбісі 8 жыл, 9 жыл болғандар. Бір 4-5 бала бар, 2 жыл, 3 жыл болған. Енді үйренді оларда. Бәрі бізде айлық тең-бетең. Біреуді жоғары, біреуді төмен класспенен бұрын болатын, бірақ қазір ондай емес. Бәрі қазір бірдей жұмысты атқарып қалғаннан кейін бізде классқа бөлінбейді. Жаңадан если біреу алсақ, ол, конечно, оның айлығы төмен болады. Ол енді бізбенен істес көрмеген, бұндай нені көрмегендерді біз енді айлығы төмен болады. Ақшасын көтеру керек, стройканың бағасын көтеру керек. Бізде стройканың бағасы қазір вообще былай айтқанда аз деп ойлаймын мен. Өйткені то деп қояды бізде. То қаншадан алатынын біз білмейміз прямой. Біз қазір 12,5-нан қалаймыз мына жерде кубын. Бір кубын 12,5-нан. Ол аны жақтан қаншадан алып жатқанын біз білмейміз ғой. Жалақаны көтерсе, онда жастар тартылады деп ойлаймын. Неге тартылмайды? Не бір жастар бар ғой, иә.
ауылда жүрген небір жастар бар ғой, бәрі келеді, үйренеді. Негізі біз өзіміз 20-дан жоғарыларды аламыз. Армияға барып келген кішкене сондай нелерді. Жастарды алмаймыз. Сосын енді 55-ке дейін ғой, 60-қа дейін. Уже пенсионный возрастағыларды мынандай жоғарыда жүргенге тоже болмайды ғой. Жарайды, енді астындағы жұмыс болса, астындағы жоғарылаған сайын, енді біз көніп қалғанбыз, жоғарыда жүріп, андай уже жасы кеп қалғандарды енді көп ала бермейміз да. Енді жоғарылаған сайын өзінің жаңағы несі бар ғой. Бізде страховочный жаңа поездар бар. Қазір біз мына уже 8-ді, 9-шы, 10-шы этажға шыққанда вообще страховочный поезд іліп алып, ана шет жақта обязательно страховочный поездпен қалайды. Без этого нельзя. Енді жел болады кейбірде. Сондай да. Соны қарап жүру керек. Сүйікті жұмысымда табыс та маңызды. Өйткені табыс үшін жүрміз ғой. Сонау жақтан ат терлетіп осында келіп, табыс үшін жүрміз ғой. Табыс та және өзім сүйікті жұмысым осы. Жастар көбінесе менсінбей қарауы мүмкін, абылай өмірді көрген жігіттер, қыздар ондай болады деп айта алмаймын. Өйткені қазақта сөз бар ғой, есектің артын жусаң да ақша тап дейді. Мен намыстанбаймын да одан, наоборот, күш келеді маған. Өз еңбегіңмен келген нанға не жетсін? Енді әркім жағдайы бірдей емес қой. Біреу байдың баласы, біреудікі кедей баласы дейді ғой. Енді әрқайсысы өзінің нанын адал тапса екен деймін. Біреудің бір нәрсесін ұрламай, әйтеуір адал тапса болды емес пе? Қандай еңбек болса да. Қазіргі жастардың бәрі мейірімсіз көбісі. Бірдеңе сөйлеп қалсаң ұрғысы кеп тұрады қазіргі жастар. Ол біздің кезімізде үлкен кіші деген болатын. Үлкендей, кішіні кішідей сыйлайтын. Солай қазіргі жастар. Тексер сол обязательно перегар болмау керек. Давлениясы несін бәрін көресің ғой. Давлениясы не обязательно, бетінен де көрініп тұрады, ауырыңқырап тұрған адамды айтасың, ей, сен жұмысқа барасың, болмаса шықпай ақ қой. Солай болады. Ақылдас істелінетін нәрсе ғой бәрі. Мысалға бізде 13-14 метр секунд уже жел болғанда біз жұмыс істемейміз. Бізде мына кран уже шайқалады. Шайқалғанда бұл крановой өздері тоқтатады, біз де тоқтатамыз. Өйткені растворды алып келіп қойып бере алмайды. Кірпіш алып келетіп түсіп кетуі мүмкін. 13-14 метр секундыдан уже асқаннан кейін біз тоқтатамыз жұмыс. Енді өмірде тыныш жүру керек болды. Түйгенім сол. Қара нан мен қара су ішсең де тыныш жүру керек, ұйқың тыныш. Жасың қазір 36-тан. Енді Алланың берген жасын көреміз де. Бізде де жүр ғой үлкен кісілер. 50-60-қа келген кісілер беріп. Сол жасқа шейін жүрерміз де, не істейміз? Амал бар ма? Өйткені басқа жерден ештеңе шықпайды. Мен ештеңе шығара алмаймын басқа жерден. Мен өзімді білем. Менің өмірім осы құрылыста. Байқалады әрине. Белім ауырады, тізелерім сырқырайды. Енді суықта жүреміз. Жаңадан жабылған этажға плитаның үстіне отыра қаламыз тіземен. Өйткені плитадан шығу үшін 3 қатар шығу керек. Сенде бір кірпіш дүниеге тетігін тапта бар қалан. Хакім Абай айтқан қағида. Ал біздің бүгінгі кейіпкеріміз сол дүниеде кірпішті қалап өмірдегі орнын тауып жатыр. Бұл ең басысы адал және қажырлы еңбек. Өкінішке қарай кірпіш қалау, яғни құрылысшылардың жұмысында бейнет ғана емес, қауіп қатер де көп. Жыл сайын елімізде 1000-нан аса адам өндірістік жарақат алып, 100-ден аса адам қаза табады. Олардың арасында құрылысшылар да бар. Сондықтан бұл мамандық иелеріне құрмет танытып мәртебесін асыру билік пен қоғамның ортақ міндеті.